Ертең тау қопарғың келсе, бүгін тас тасуың керек. Қайғыңды бәрімен бөлісе берме, өйткені отыңа кім ағаш лақтыратынын білмейсің. Адам дәл осы сәттін ғана жүгендей алады. Кім не десе де жолыңды жалғастыр. Әркім өз ауласын сыпырса, көше таза болар еді. Талантты адамның талантын еңбекқор адамның еңбегі жеңіп кетеді. Тәрбие бұл қашан сөйлеу керектігін білуің болып табылады. Көркем мінезділік бұл сөйлеп жатқан адамға құлақ салуың болып табылады. Әдептілік бұл сөйлеп тұрған адамның сөзін бөлмеу. Ағаштың өзі түзу болса, көлеңкесі қисық болмайды. Ешқашан қателеспесең, ешқашан жеңбейсің. Адамның ісі ғана сізге деген қатынасты анықтайды. Сөздерге сенбеңіз, жай ғана бақылаңыз. Сосын шындықты көресіз. Су отты қалай сөндірсе, садақа да дәл солай күнәларды жояды. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен мақсаты жоқ адам кедей. Ештеңе жасамайтын адам ғана қателеспейді. Сондықтан қателесуден қорықпа, қатені қайталаудан қорық. Дүниенің ағын да қарасын да мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да қарасымен шамаң жоқта таласуға. Ей өмір, зымырап барасың ба? Барлық сылтауларды тастаған кезде нағыз нәтижені сезесің. Қазір жағдай мәз емес. Басы қатты болса, аяғы тәтті болатынын ұмытпа. Ақылы таяздар ғана болашаққа сенбейді. Есіңде болсын, күш білекте ғана болмайды, үлкен күш жүректе шығады. Қазақтың тірісінде сөзден аманы жоқ, өлген соң адамның жаманы жоқ. Өзгелердің өміріне қызығумен өмірің босқа өтіп кетпесін. Аллахтан алыстатқан қуаныштан Аллахқа жақындатқан қайғы артық. Кешіру емес, қайта сену қиын. Жақсы эмоция сыйлайтын, көңілді көтеретін дүниелерден ақшаңды аяудың қажеті жоқ. Ұнаған әншіңнің концерті, театр, кинотеатр, қыдыру, саяхаттау. Ұнамайтын нәрсені ұнамайды деп кесіп айт. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Артқа, өткенге жалтақтама. Болашақ үшін қорықпа. Түсінбесең, сұра. Көмек қажет болса, сұраудан ұялма. Ешкімнен сөз таластырма. Ол арзан адамның тірлігі. Сені түсінбей жатса, ойыңды ашық, нақты айтуды үйрен. Кінәлі болсаң, мойындай біл, кешірім сұра, жеңілдеп қаласың. Ұмытпа, әр адамның өз ойы бар. Ол сенікімен сәйкес келуі міндетті емес. Ақылы таяз адамдармен көп сөйлеспе. Өмірдегі ең басты дүние махаббат, сыйластық, оның сыңары, қалғанның бәрі бос нәрсе. Адам проблемалар тек оның басында ғана өмір сүреді. Айналаңыздағы әлем мейірімді немесе қатыгез де емес. Оған сенің барың не жоғың маңызды емес. Ол өзінше тоқтаусыз ағып жатқан су сияқты. Әр орын алған жағдайың жақсы жағын, ұнамды тұсын көре біл. Ұмытпа, бұл әлемдегі басты кейіпкер сенсің. Теледидар көріп, өміріңді бос өткізбе. Ұмытпа, сен ешкімге ештеңе міндетті емессің. Ұмытпа, ешкім саған ештеңе міндетті емес. Өзіңе қатысты емес дүниелерге бас қатырма. Бұл өмірде ең алдымен өзіңе сенуді үйрен. Сонда ғана саған басқалар да сенім артады. Адамдардың уәдесіне, сөзіне сеніп отырма. Әйел адамға кішкентай балаға қарағандай мейірімді бол. Түсінік таныт. Әйел адамның тағдыры әр қашанда күрделі. Оған көп жауапкершілік, міндет жүктелген. Егер көңіл күйің нашар болса, ойлан.
егер сені тірі болмасаң осы жағдайдың өзіне де жете алмас едің. Кеудеңде жаның барда шешілмейтін мәселе жоқ. Әр күніңді өміріңдегі ең бақытты күн сияқты өткізе біл. Қателескен екенмін, бірақ рет өкініштен, өрттен де жыла жүрек. Әр қадамды мысықша аңдамаппын, айыптаңдар қайтемін кінәлі деп. Өкпелеңдер бұлалау қылығыма, қондырмаңдар талпынған тұғырыма. Бұның бәрі түк емес, ал өзімнің өкінішім жетеді ғұмырыма. Кінәм жоқ деп ақиқат қарған басым, сыздатып тұр жүректі әр қорғасын. Қателесу керек те шығар мүмкін, кешіре алар бір жандар бар болғасын. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.